83. Бұл үйіміздің телефон номері. Әзіз достар, көне қалаға мұрат етеміз. Осындай неке жақсы жерден бір зор ремонттағы үйдің обзорын түсіндіреміз. Кеттік қалай болса. Неке осындай жерлер бар. Одай осындай оң тарafінде мейманханасы бар. Кең потолоклары сіленген, обойлары басылған. Үйіміз сатылады, асығысылы тәрізді әлбетте. Бұл видеоны үй іздеп жүрген достарға жібереміз көне қаладан. Бұл кішкене залы, екінші бөлмесі. Үйіміз әлбетте әзіз достар 330 миллион айтылады. Әлбетте келісімлі. Үйіміздің иесінің айтуы бойынша 300 миллионның дөңгелегінде саудасы бар. Болатын жері 300 миллион деп жатыр. Экранда айтылған номерлерге хабарласамыз, әлбетте оннан түсіп бере ма, я сосена ма білмеймін, бірақ бізге айту бойынша бітері 300 миллион деп жатыр. Ендігі бөлмесі болса, неке осындай детский болады, ямаса жаңағы ата-аналар бөлмесі болады, өзіңіздің ыңғайыңызға қарап қоя бересіз. Бізді күтіп алады нәубеттегі асхана бөлмесі. Асхана бөлмесінде бұл үйде қосылып қалатығын осы кухонный мебелменен холодильнигі осы үйменен қосылып қалады. Үйіміз көне қала Ушинскийде. Әзір сыртқы көрінісіменен көшесін жайласқан жерін көрсетеміз. Кеттік олай болса. Үйіміздің неге кірген жерінде кірер алдында осындай қоймахана есабында көлеңкемен қапланған жері бар екен. Әзіз достар, үйіміз көне қала Ушинскийде Емберген көшесі деп айтылады екен. 82-ші үй. Үйімізді көріп тұрған болсаңыз, неке сыртқы көрінісі, фундаменті бар. Ойлаған бойынша, неке мен бермейден кетіп тұр, 80-90, 1 метр ма? Сондай көріністі. Үйіміздің сыртқы көрінісі жақсы жағдайда, неке көшеден бұл жерді білетілер болса, комментарияға жазып кетеміз қай жағы екен. Бұл тарапы жаңағы жаптың бойы, сол көк дәрбіздің көк забордан келгенде неке осы үйіміз. Бұл видеоны көне қаладан, яғни Ушинский беттен үй іздеп жүрген достарға жібереміз. Комментарияға үйіміз арзан ба, қымбат па, оны да жазып кетеміз. Құдай қаласа біздердің 100 мың сомлық рекламамыздың бірінші рекламамыз. 100 мың сомнан 10 үй түсіреміз, ондан кейін ары қарай сенеміз әстен көтеріле береді. Соның үшін хабарласып қаламыз. 100 мың сомнан реклама, меніңше бұндай реклама болмаған, арзаншылық.